Сәлем балақай. Біз бүгін сендермен кеңістіктегі фигуралардың қағаздан қалай жасалатынын және оларды мінеки көзбен көріп, қолмен ұстайтын боласыңдар. Ендеше бізбен бірге болыңдар, кеттік. Жалпы фигуралар екі үлкен топқа бөлінеді. Олардың бірі жазық фигуралар деп аталса, ал екінші бір тобы кеңістіктегі фигуралар деп аталады. Мінеки біз қызымыз екеуміз осы фигураларды жасап көрдік. Біз үшін өте қызықты әрі дамытатын ойын болды. Ендеше балалар, осы видеоны соңына дейін қараңдар. Фигуралардың қалай жасалатынын көріп білетін боласыңдар. Сәттілік!